түйіншек нандарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, яғни булочкаларыңыз жақсы шықпай жүрсе, видеоны соңына дейін көріп, тура осы құраммен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл түйіншек нандардың артықшылығы 2-3 күнге дейін өзінің жұмсақтығын, өзінің балғын дәмін жоғалтпайды. Ең бастысы жабық жерге немесе пленкаға салып қойсаңыздар болғаны. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды және жарты шай қасық тұзымызды қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Және оның үстіне шекерімізді, пістем майымызды және тағы да бір дана жұмыртқамызды жарып, жақсылап бір қалыпқа енгенше араластырып алатын боламыз. Үстіне 1,5-2 ас қасық ұнды қосыңыздар. 10 грамм ашытқыны да қосыңыздар. Ашытқының сапалы жағынан жақсысын алыңыздар. Оның өзі де қамырдың үлпілдек, яғни жақсы болып көтерілуіне үлкен бір септігін тигізетін болады. Міне менде апарам дайын. Енді мен бұны 15-20 минутқа жылы жерге тұндыруға жіберетін боламын. 15-20 минуттан кейін ұнымызды апарамыздың үстіне 2-ге бөліп салатын боламыз. Бірлестен бәрін салып жібермеңіздер, 2-ге бөліп жаймен ұнымызды қосатын боламыз. Видеода мен сіздерге 650-700 грамм ұн деп айтқанмын. Одан артық ұнды қоспаңыздар. Тек қана бір 50 грамм болатын шығар. Енді ұнның сапасына қарай, бірақ ұнды көп қоспаңыздар. Келесі күні түйіншек нандарыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін артық ұнның қажеті жоқ. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатқан жағдайда азғантай ғана пістем май алақаныңызға құйып, сонымен қамыр елесеңіздер болады. Қамырымды жақсылап илеп болғаннан кейін тағы да жылы жерге 1 сағатқа жіберетін боламын. Бір сағаттан кейін мен қамырым өте әдемі болып, керемет болып көтеріліп шықты. Міне видеода көріп тұрсыздар, өте сұны үлпілдек, жұмсақ. Енді осы қамырды мен бөліктерге бөлетін боламын. Әр бөлігі 70-75 граммнан. Сіз өзіңіздің қалауыңызша үлкен немесе кішкентай қылып бөлсеңіз болады, бірақ осы 70-75 грамм ол өте сұны әдемі. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, сонда орташа. Қамырларымызды осылай дөңгелек шайыр қылғаннан кейін тағы да 15-20 минутқа көтерілуге тағы да жібереміз. Неғұрлым сіз ұзақ жіберген қамырыңызды демалдырған сайын, ол өте сұнды, жұмсақ, әдемі болып шығады. Қамыр жайатын кезде де ұнды көп қоспаңыздар, осылай ұзынша келген қылып жайып алатын боласыздар. Қатты жіңішке емес, қатты қалың емес, осындай орташа әдемі қылып жайыңыздар. Арасына пістем сары майды жағатын боламыз. Сары майды да көп қылудың қажеті жоқ, аз-аздан. Және ортасына осылай тағы да шекерімізді себетін боламыз. Ұзын жағынан орайтын боласыздар, рулет құсап, ұзын жағынан жақсылап орап, бір-біріне біріктіріп, пышақтың көмегімен осылай ортасын жүрекше қылып тіліп алатын боламыз. Және осы дайын болған жүрекшелерімізді тағы да 15 минутқа көтерілуге жіберетін боламыз. Жұмыртқаның сарысымен осылай беттеріне мен жағып шықтым. Әрілік үшін тағы да шекерді беттеріне сепкен болатынмын. Сіз қалауыңызша кунжут немесе мақ қосаңыз болады, бірақ шекердің өзі де өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста верх-низ немесе конвекция режимінде осылай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әрқалай, тек түйіншек нандарыңыз қызарып пісуі керек. Міне дайын болып шықты, өте әдемі. Қалауыңызша ыстық суға 1-2 шай қасық қант қосып, әрлік үшін бетіне тағы да жылтырақ үшін жақсаңыз болады, бірақ ол қалауыңызша. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық.